Қайырлы күн достар, бұл видео жақында үйлі болам деген барша оқырмандарға арналады. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Отбасы банктің негізгі шарттарын бойынша бүгін тағы да бір жаңалықпен бөлісе кетейін. Осы 2024 жылдың наурыз айынан бастап енді декретте отырған аналарда ипотекалық бағдарламаларға қатыса алады. Алайда міндетті шарт ол сіздің кем дегенде 2 гарантия созайымжек болуы қажет. Және де сіз декретке шығар алдында міндетті түрде жұмыс істеуіңіз қажет. Ал егер де қандай да бір ипіңіз болса, ол ипінің ашылғанына 12 ай толуы керек болады. Ал егер де біреудің мысалға ТО дейміз, жұмыс істейтін болсаңыздар, қандай да бір ұжымда, сол ұжымда жұмыс істейді деген анықтаманы ұсынатын боласыздар. Сол себепті егер де осындай шарттарға сәйкес келсеңіздер, декретте отырған аналар ипотекалық бағдарламаға ұсыныс берсеңіздер болады. Ал екінші тағы бір жақсы жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Егер де депозитіңізге 18 ай толған болса, онда отбасы мүшелеріне бөлу, яғни деление жасай аласыздар. Ол деген мысалға, сіздің депозитіңізде 200 мың болса, 100 мыңнан сізге деление жасалады. Сондай-ақ ішіндегі опы, премия барлығы теңдей бөлініп беріледі. Бұл жерде шарт, жаңа айтқанымдай, депозитіңізге 18 ай толу қажет, сондай-ақ кем дегенде 150 мың теңге ішінде болуы керек. Осы шарттарға сәйкесіңіз, отбасы мүшелеріне өзіңіздің депозитіңізді сыйға тарта аласыздар.